Красная волчанканы емдейма дейді. Келесі видеода мен сіздермен нәтижемен бөліскім келіп отыр. Көріңіздер. Бермейтін красный волшанка деген ауру бар. Сол аурудан жазылған адамның сұхбатымен бөліскіміз келіп отыр. Осының өнімдерінің арқасында менің сіңілім красный волчанка ауруымен ауырған өте керемет нәтиже болды. Ол компаниясының қандай өнімдерін қолдандыңыз? Алдымен өзім көрдім, аяғында теңбілдері бар екен. Сосын айтты, менің басым ауырады, уақ мен жатып қала беремін. Мына ішкі құрылысым ауырады дегенсін мен айттым. Супер кремін пайдаланып көрейік. Бұл 300 ауруға емдеп жатыр ғой, осыны алдымен пайдаланып көрейік деп. Содан бастадық. Содан кейін екінші иммунитетін көтеру үшін, өте әлсіз еді, иммунитетін көтеру үшін супер саумалды пайдаландық. Қанша уақытта жақсы нәтижесін берді? 10 күннің шамасында маған көрсетті. Аяғындағы ана қызарған теңбілдер уже азайып кете бастапты. Содан кейін маған айтты, мына кремнен маған тағы да керек. Бұл деген маған жақсы нәтиже беріп жатыр. Мен өзім байқауымша деді. Сосын жарайды дедім. Содан 1 жылдың көлемінде менің сіңілім бұл аурудан құлан таза айықты деп айта аламын. Неге десеңіздер, мен 1 жылдан кейін барғанымда уже сіңілімнің бұрынғыдай емес, көңілі көтеріңкі, түрі жадыраңқы, бұрын деген түрі бір әлсіз адамның түрін көрсететін еді. Қазір деген енді тамаша. Шынын айтқанда, бұл компанияның осы саумалмен супер кремнің нәтижесі деп айта аламын.